Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда қазақ тілі 2 сыныптың 50 сабағы. Біздің жобамыз тақырыбы. Сипаттау мәтіні қалай құрастырылады? Сипаттау кезінде заттың немесе нәрсенің барлық белгілерін тізіп, түгендеп жазудың қажеті жоқ. Оның мінез құлқы мен атқаратын қызметіне мән беру керек. Саны мен сапасы, айрықша қасиеті, пайдасы да ескеріледі. Сипаттап отырған затыңа немесе нәрсеге өз пікіріңді, одан алған әсерің мен сезіміңді білдіресің. Сондай-ақ, ол заттың адамға пайдалы немесе пайдасыз екенін көрсетуді ұмытпа. Жұмбақ сипаттауға құрылған шағын әдеби шығарма. Түйе туралы жұмбақтарда оның негізгі белгілері қалай сипатталатынына назар аудар. Ал енді балалар, түйенің сыртқы бейнесіне байланысты бірінші жұмбақты оқып көрейік. Кезікті бір жануар, үстінде 2 тауы бар. Бұл не? Әрине балалар, бұл түйе. Кезікті бір жануар, үстінде 2 тауы бар деп, балалар түйенің үстіндегі 2 өркешін меңзеп жатыр. Ал енді балалар, екінші жұмбақты оқиық. Екінші жұмбақта түйеге ғана тән қимыл қозғалыс айтылған. Мұқият тыңдаймыз. Маң-маң басқан, маң басқан. 4 аяғын тең басқан. Бұл қай жануар? Әрине дұрыс айтасыңдар балалар, бұл түйе. Ал балалар, келесі 3-ші жұмбақты оқиық. Бұл жұмбақта түйеге ғана тән дауыс пен үн айтылған. Дауысы қоңыр, үні мұң, тесіп қойған мұрнын. Әрине балалар, бұл жұмбақтың шешуі түйе. Ал енді балалар, келесі 4-ші жұмбаққа назар аударыңдар. Бұл жұмбақ түйенің айрықша қасиетіне байланысты. Бұл не қылған ер еді? Қандай мықты жүрегі? Бір ұрттан су татпастан 1000 шақырым жүреді. Әрине бұл түйе. Ал енді балалар, осы жұмбақтарға байланысты төмендегі тапсырмаларды бірге орындайық. Қалай ойлайсың? Жұмбақ мәтіннің қай түріне жатады? Жұмбақ сипаттау мәтініне жатады. Өйткені балалар, бұл жұмбақта түйені сипаттап тұр. Яғни, үстінде 2 тауы бар деп оның өркешін айтты. Маң-маң басқан және 4 аяғын тең басқаны туралы. Даусының қоңыр, үні мұң туралы. Бір ұрттам су татпастан 1000 шақырым жүретіндігі туралы айтылған. Балалар, сипаттау мәтіні дегеніміз қандай да бір зат немесе нәрсе болсын, жан-жануар немесе табиғат болсын, соны сипаттайды. Саны мен сапасын, айрықша қасиеті мен пайдасын да ескереді. Ал енді балалар, келесі тапсырманы орындайық. Өзіңе ұнаған жануармен осындай тапсырма құрастырып көр. Жұмысыңның нәтижесін сыныптастарының алдында қорға және бағала. Ал енді балалар, мен құрастырған жұмбақтың шешуін тауып көріңдер. Тентек болып үреді, үйді қорғап жүреді. Адам досы саналған. Бұл қандай жануар болған? Әрине дұрыс айтасыңдар балалар. Жұмбақтың жауабы ит. Ал енді осымен балалар, сабақ аяқталды. Соңына дейін назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.